Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Алматы буын. Сабақтың мақсаты мәтін бөліктерін ажыратады, сөзді буынға бөліп, буын санын анықтайды. Олай болса оқушылар, өткен тақырыпты пысықтап алайық. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дұрыс айтасыздар оқушылар, дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз бөліп. Дауысты дыбыстар қалай болып бөлінеді? Дұрыс айтасыздар, дауысты дыбыстар екіге бөлінеді. Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар болып екіге бөлінеді екен. Жуан дауысты дыбыстарды атаңыз. Дұрыс айтасыздар. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша не болады екен? Дұрыс айтасыздар оқушылар. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады екен. Олай болса оқушылар, барлығымыз назарымызды видеоға аударайық. Алатаудың баурайындағы ғажайып қала Алматы. Оны көрсең көркіне көз тоймайды. Тамаша табиғатымен, заңғар тауларымен, сарқырап аққан өзен суларымен, дәмді апорт алмасымен ерекше. Алматының басты көрікті жерлері Көктөбе, әлемдегі ең биік жасанды мұз айдыны Медеу, Шымбұлақ курорты, тағыда басқа әдемі жерлері көп. Алматы еліміздегі ерекше дәмді алма апортпен белгілі. Ол тек Алматыда өседі. Олай болса оқушылар, сіздер видеода не көрдіңіздер? Не байқадыңыздар? Берілген видеода не жайында айтылған екен? Дұрыс айтасыздар оқушылар, видеода алма жайлы, Алматы қаласы жайында айтылған екен. Олай болса дүние жүзіндегі ең тәтті алма апорт туралы бүгінгі сабағымыздан білетін боламыз. Олай болса оқушылар, оқулығымызды ашып, оқулықпен жұмыстанайық. Оқушылар, сіздерге мынадай тапсырма берілген. Мәтін бөліктерін орнына қою. Алматы. Алматы еліміздегі ерекше көрікті қала. Қаланың іші сырты толған жеміс ағаштары. Дүние жүзіндегі ең дәмді алма апорт. Ол тек Алматыда өседі. Орны ауысқан сөйлемдерді орнына қойып, мәтін құрастырамыз. Өте жақсы, тамаша орындадыңыздар оқушылар. Олай болса тексеріп жіберейік. Алматы мәтіні қаланың іші сырты толған жеміс ағаштары. Дүние жүзіндегі ең дәмді алма апорт. Ол тек Алматыда өседі. Алматы еліміздегі ерекше көрікті қала. Оқушылар, біз сіздермен қазір топтық жұмысты ұйымдастырамыз. Бірінші топтың тапсырмасы бір буынды сөздерді теріп жапсыру. Екінші топтың тапсырмасы сурет арқылы екі буынды сөздерді құрау. Үшінші топтың тапсырмасы үш буынды сөздері бар суреттерді бояу. Төртінші топтың тапсырмасы қима буындар арқылы сөз құрап жапсыру. Жарайсыздар оқушылар. Олай болса тексеріп жібереміз. Бірінші топта тау, көз, қар. Тамаша. Екінші топтың тапсырмасы алма, кітап, орман. Керемет жұмыс. Үшінші топтың тапсырмасы балапан, қарағай, арыстан. Үш буынды сөздер. Өте жақсы, тамаша орындағансыздар оқушылар. Төртінші топтың тапсырмасы бидай, қала, бала. Өте жақсы, топтық жұмысты тамаша орындағансыздар. Топтық жұмысты орындап болдық оқушылар. Олай болса, біз сіздермен жұптық жұмысқа кірісеміз. Алмада берілген сөздерді буын санын анықтап, алманы қарындаш көмегімен сонша бөлікке бөлеміз. Кірпі, балық, қол, бас, балалар, балапан. Берілген сөздерді қарындаш көмегімен бөліктерге бөлеміз. Олай болса балалар, тапсырманың жауабын тексерейік. Кірпі, балық. Екі буын сөздерді таптық. Балалар, балапан. Үш бөлікке бөлдік. Өте жақсы.
Қол, бас олар бөлінбейді, олар бір буынды сөздер екен. Мінекей оқушылар, сіздермен біздер жұптық тапсырманы өте тамаша орындадық. Олай болса, келесі өлең жолдарын құрастырамыз. Бұл өлең жолдары: апорт деген алманың, таттың басен бал дәмін. Апорт деген тәтті алма, ол өседі бақтарда. Өте тамаша. Ал кәнекей оқушылар, сіздермен өзіндік жұмысымызды бастаймыз. Дәптердің жолына ө әрпін әдемі етіп бір жолға жазып шығамыз. Өте жақсы. Келесі үшінші жаттығуға назар аударайық. Берілген буындарды 5-6 сөз құрап жаз. Сіздерге буындар берілген, сол буындардан сіздер сөз құрап жазу керексіздер. Тексеріп жіберейік оқушылар. Қайық, қасық, қатық, қамал, қалам, қалақ, қала. Өте жақсы, тамаша жұмыстарыңыз. Келесі: бала, батыр, бата, баға, балық, бақа. Өте жақсы. Олай болса, балалар, сіздер бүгінгі сабақта не білдіңдер? Не үйрендіңдер? Қандай ой түйдіңдер? Өте керемет оқушылар. Бүгінгі сабақта сіздер бір буынды, екі буынды сөздерді тасымалдап, және дүние жүзіндегі ең тәтті алма апорт екенін бүгінгі сабақта меңгердіңіздер. Олай болса оқушылар, алдымызда берілген алманы бояу арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Егер де түсінген болсаңыздар, алманы сары түске бояйсыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, алманы жасыл түске бояңыздар. Егер мүлдем түсінбесеңіздер, алмаңызды қызыл түске бояңыздар. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Сау болыңыздар.